Балалық шағымның өзені. Әлия Беркімбаева. Бұл оқиға Жоңғар Алатауының етегінде Бен өзені ағып жататын кішкентай бір ауылда болған еді. Ел басына қиын заман туған кез, соғыстан қайтқан ер адамдар саусақпен санарлықтай еді. Сөйтіп, бар ауыртпалық әйелдер мен балаларға түсті. Анамыз таңмен таласа тұрып, қолда бардан ас суымызды дайындап кететін. Кейде қабығымен пісірілген картоп, кейде тұз қосып, ұн мен судан жасалған бұламық көже, ал кей күндері үсіп қалған картоп қосылған қалақай сорпасы. Нанды көрмегенімізге де талай уақыт болған. Тек арада біраз жылдар өткенде анамыз нағыз бидай ұнынан нан пісіріп, бір жаттанғанымыз бар. Сол күн есімізде өмір бақи жатталып қалды. Ең қиыны қыстан аман шығу еді. Өйткені көктем келе сала, саңырау құлақ, тау сарымсағын, жусай, әйтеуір жеуге болатын дегеннің бәрін теріп кететінбіз. Фермада сауыншы болып істейтін анамыз біз ұйықтап жатқанда кетіп, үйге күн батқан соң қайта оралатын. Анамнан бөлек егіз ағаларым бар еді. Олар да мектептегі оқуын тастап, колхоздың жұмысына қол ұшына кіріскен. Міне, осылайша үйдегі жұмыстың бәрі маған артылған болатын. Су тасу, ауланы сыпыру, тіпті бақшаның арам шөбін жұлу да менің мойнымда еді. Мен әкемді көрген емеспін. Тек сарғайып кеткен екі фотосуреттегі бейнесі ғана есімде. Ал әкем болса, дүниеге келермен 2 ай бұрын соғыста жау қолынан қаза тауыпты. Сөйтіп, әкем тағы бір ұлының барынан бейхабар күйі өмірден өтті. Кейін есейген шағымда әкемнің моласын іздеп таптым. Ол Беларусьтегі бауырластар зиратында жерленген болатын. Әкемнің атын өзі сияқты көптеген батырлардың арасынан әрең таптым. Міне, осылайша әкемнен қалған белгі, есімі қара мәрмарға алтынмен қашалып жазылған мола ғана болып қалды. Бала кезімде Гитлерді жеп көретін едім. Оны елімізге шапқан қап-қара айдаһар деп елестететінмін. Әкем оған қарсы тұрамын деп соғысқа аттанып еді. Әттең, оның күші басым болып шықты. Ол соғыстан қайтпады. Дегенмен аман қалғандары жаудың бетін тойтарып жеңіске жеттік. Анам айтқандай, бәріне кінәлі сұм айдаһар Гитлер. Сол үшін талай түндерді ұйқысыз өткізіп, анам жылап шығатын. Сол оңбаған Гитлер үшін әкем соғыстан оралмады. Иә, атың өшкір, Гитлер үшін талай жыл бойы аш болдық. Үшеуміз бір етікті кезек кидік. Нанның бір тіліміне төбелесіп қалғаныма да сол Гитлер кінәлі. Ауылда аса қажетті деп соғысқа бармай қалған Болат атты диірменшінің ұлы бар еді. Сол Болат іші пысқан уақытта біздерді, аш-жалаңаш балаларды бір-біріне айдап салатын. Сөйтіп бірдемен көршінің баласы Момқынмен төбелесіп қалдым. Менен бір жас үлкендігіне, бойының менен сәл ұзын болғанына қарамастан, ақырында мен жеңіп кеттім. Қалай дейсіздер ғой? Мен Момқынмен емес, Гитлермен төбелесіп жатқанда елестеттім. Еш тайсалмай, ішіме жиналған бар ашу ызамен Момқынды жерге алып, ұрдым да бас көздемей төпештей бердім. Ол қанша жалынса да мән бермедім. Бізді ажыратып алмағанда әрі қарай соға берер ме едім? Кім білсін? Байғұс Момқын бетін айғыздаған жасын сүртіп, тәлтіректеп үйіне кетті. Ал мен мұрнымнан қан саулап аққанына қарамастан шаң шыққан жерде отыра бердім. Тек диірменшінің ұлы иығынан қаққанда ғана есімді жинағандай болдым. Ол маған тиесілі нанның тілімін ұсына бергенде абайсызда жерге дәл аяғының тұсына түсті де кетті. Мен еңкейіп шаң болған нанды ала бергенімде ол өзіне риза кейіппен мырс еткендей болды. Нанды 3-ке бөлдім. Шаң болған ең кішкентай кесегін сол жерде мұрнымнан аққан қанмен араластыра аузыма бір-ақ тықтым. Екіншісін анама, ал үшіншісін сол кішкене Момқынға бердім. Не болғанын естіген анам нанға қолының ұшын да тигізбеді. Керісінше сандықтан әкемнің белдігін алып шығып, мені әбден сабады.
Сосын біз естіп қалмасын деп бетін басып, солқылдап ұзақ жылады. Ертесінде анам қалған нанның бөлігін Болатқа апарып бер деп нықтап тапсырды. Мен оны төс қалтама сүңгіттім де сол қалпы апарып бермедім. Бір жерде түсіп қалған еді. Ішім удай ашыды. Өйткені ол кезде нан дегеніңіз алтыннан да кем емес еді. Алтын демеймін-ау, нан өмірдің өзі еді. Қиын қыстау заманда аштықтан аман қалу үшін не істемедік? Торғай, көгершін ұстап, отқа қақтайтынбыз. Өзеннен балық аулап жеп, жан шақыратынбыз. Ал көктем, жаз мезгілдерінде жеуге жарамды түбірді, саңырау құлақты, жабайы жидек пен шөпті талға жау ететінбіз. Тіпті ағаштың қабығын жұлып, кептіретіндей едік. Одан болғанға дейін үгітетінбіз. Анам одан ішті түйілтіп ауыртатын, ащы шелпек пісіретін. Амал қанша, дегенмен азда болса аштығымызды басатын еді. Сондай кездері тезірек есейіп ағаларым сияқты жұмыс істегім келетін. Бірде осы шешімімді біліп қалған үлкен ағам Сейіт әкемнің баяғы белдігін алып шығып, майлы тұстан сабадай келіп, «Оқы» деді ол маған. «Оқымысты болсаң, басқаша өмір сүресің. Маған не істеу керектігін үйрететін әкем емессің», дедім де үйден атып шықтым. Сейіт те қарап қалмай белдікпен артымнан тұра қуды. Мен де осал емес едім. Аяғыма жұқпай қаша жөнелдім. Жүгіре көпірге де келіп қалыппын. Артыма қарасам, Сейіт көрінбейді. Сол кезде бірақ тоқтадым. Көпірден өзенге қарай құпия алаңқайға бет алдым. Бұл жер жайлы мен және досым Кенже ғана білетін. Меніңше кімнің де болса қиыншылықтардан аздаған уақытқа қашып кететін осындай орны болу керек. Әрине, ол жерде Кенже жоқ еді. Оны анасы көрші ауылда тұратын туысына қонаққа жіберген. Шіркін, осындайда ақылын айтып, жұбататын досыңның жаныңнан табылғаны қандай жақсы болар еді. Құпия алаңқайымыз өзеннің иіріле біткен тұсында. Ертеректе қатты сел болып, тасып толқынған өзен судың тастарын ағызып әкелген. Кенже екеумізге сол тастардың арасында ойнаған қатты ұнайды. Өзеннің жанында сопақтау келген әппақ тас мұнартып тұратын. Біз оған хан шатыр деп ат қойып алғанбыз. Өйткені шынымен де 6 қанатты киіз үйге ұқсайды. Оған шығып алып, күнге қыздырынып жататынбыз. Шетіде, шегде жоқ көк аспанға көз тігіп, қазбауыр бұлттарды бірде қасқарға, бірде айдақарға ұқсатып қиялдайтынбыз. Хан шатырдың төбіне жиналып қалған құмнан неше түрлі нәрсе тұрғызатынбыз. Соғыстан кейінгі барлық балалар сияқты біз де отанымызды қорғап, батыр болсақ деп армандайтын едік. Сондықтан көбінесе ұшақ немесе танк жасап, жауларымызға қарша оқ боратқан сыңай танытатынбыз. «Мә саған оңбаған фашист!» деп айқайлаймыз. Қалай, ұнай ма? Бізге шабуылдаған қалай екен? Хан шатырдың түбінде от жағып ыстық көлге картоп пісіретін едік. Сосын үстінен тұз сеуіп, дәмділеп жей алатынбыз. Шыны керек, тұз үйден ұрлап әкелгенмін. Сөйтіп мәнбәсе қалбарына салып, бір тастың астына жасырғанмын. Хан шатырдың жанында жасыл мүк басқан жалпақ сұп-сұр тас жататын. Оның бір жағы әбден жарылғаны сондай тастан қаланған ескі қамалға ұқсайтын. Тас қамалдың үстінде сынған шыныға толы ойық бар еді. Кенже екеуміз қолымызды кескеніне қарамай сол шыны сынықтарды жинайтынбыз. Өйткені олар біз үшін жай ғана шыны емес, нағыз қазына болатын. Ал екінші жағынан екі өркешті түйені еске алатын ақ тас түйісіп жататын. Біз оны Ақбора дейтін едік. Кенже екеуміз тас түйеге мініп алып шөл даланы қираған ескі қалаларды, кейде азуы 6 қарыс жолбарыс пен дәу өрмекшілер жайлаған ну ормандарды басып өтетінбіз. Арасында шөгіркіріп, күс-күс болған аяғымызбен «Шөу жануарым!» деп тебіреніп қоямыз. Қиялға беріліп қалаған жағымызға қалаған уақытта баратынымыз біздерді қанағаттандыратын. Бүгінде Ақбораға жақындап келіп, тұмсығынан сипадым. Сол сәтте ағама деген өкпе жас боп ақтарылды.
Көз жасымды тыя алмай, бәрін тастап айдалаға қашып кеткім-ақ келді. Қандай жақсы бала екенімді түсініп, мені дұрыс бағаламағандары үшін өкінсе деп ойладым. Әрине бәрінен де қатты қиналатыны, маған қалай өмір сүруді үйретпекші болған Сейіт болуы керек. Мен шыдамай көрген қорлықтарымды ақ бураға сырғып айтып, оған енді мініп, қашып кетем бе дегенімде біреудің даусын естідім. «Балам, қайда жиналдың?» деді әлгі дауыс. Елестеген шығар деп жан-жағыма абайлап қарасам, Дәуіт атай екен. Түк болмағандай хан шатырдың жанындағы құмда қыздырынып отырып, көзін күннен көлегейлеп маған қарады. «Мұнда не істеп жүрсіз?» деп кідіріп қалдым мен. «Қаусаған кәрі сүйектерімді қыздыруға келдім де», деді қария қалтасынан алып шыққан сарғайған газетке темекі орап жатып. «Ревматизм дегенің пәле болды». Қарияның жанына келіп қисайдым. Ол болса будақтатып темекі тартып отыр. Кенет қалтасынан ақтарып, науаттың кішкентай бөлігін алып шықты да, «Мә, ала ғой», деді. Мен махорканың қиқымынан үрлеп тастадым да, асығыс науатты аузыма бір-ақ сүңгіттім. Ол кездері нанның өзін күнде жемейтінбіз. Ал тәтті дегенді ұмытқалы қашан. Дәуіт ата шылымын алмастан езу тартты. Өзі әбден қалжыраған торғайға ұқсайды. Шашы қысқа алынған, арықша келген, сұрша көзі шал еді. Бетін торлаған әжім күлімдеген кезде көзінің тұсына үйірілетін. Басында әбден ескірген картуз, үстінде тоз-тозы шыққан пиджак, арық денесіне сай келмейтін кең балақты шалбар, бел мықтап ескі белдікпен байлап алған. Төс қалтасының бірінде махоркамен ұқыптап бүктелген сарғайған газет, ал екінші қалтасында үскірік. Пішіні жағынан ұшып бара жатқан құсқа ұқсайды, ал кемпірі болса өмірі ештеңеге көңілі толмайтын, толықша келген етжеңді кісі еді. Қашан көрсең Дәуіт атайды сыбап, ұрсып жататын, ал қария түк болмағандай қалжыңдап, күліп отыра беретін. «Қалай, дәмді ме екен?» деп күлімсіреді Дәуіт атай маған қарап. «Әйтпесе, бұл науаттың қалтамда жүргені қашан?» Мен аузым босамай қуана басымды изеп жауап бердім. «Көрде тұр, бірнеше жылдан кейін бәрі қалпына келеді. Нанда, қантта мол болады. Айтпады деме, қарнымыз бір тояды». Иісі бұрқырап жаңа піскен нанды елестетіп, сілекейім шұбарды. Шіркін, Дәуіт атай айтқан кез қашан келер екен? Бұл уақытта аузындағы науатта еріп ғайып болған еді. Қария қалтасынан үскірік алып шығып, асықпай ойнай бастады. Бір мезгіл жел соғып, шөп сыбдырлағандай әуен құйқылжи жөнелді. «Саған ертегі айтып берейін бе?» деді кенет Дәуіт атай. «Бір-екеуін білетін едім». Шынымды айтсам, әңгімесін тыңдап отырғым келген жоқ. Шалдар қайбір қызықты ғып айтады дейсің деп ойладым. Бірақ басымды изеп келісім бердім. Науатты жеп алып, тайып тұрмайын дегенім шығар. Сөйтіп қария ара-тұра көзін жұмып, үскірікті қолына алып ойлаған кейіпте әңгімесін бастап кетті. Міне, бүгін оны мен сіздерге жеткізіп отырмын.